Бүгін ұлттық мереке республика күніне орай Қожабақи елді мекенінде ауылым алтын бесігім атты ауыл күніне арналған салтанатты шара өтті. Ауыл тұрғындарының қуанышымен бөлісуге арнайы келген аудан әкімінің орынбасары Күнтілес Назымбеков бірлігі бекем, тірлігі тиянақты қожабақылықтарды мерекемен құттықтады. Мұнан соң аранды топырағында туып өскен түрлі лауазымды қызметтерді атқарған Құлдыбай Ысқақовты құттықтау сөз сөйлеп ізгі лебізін білдірді. Мерекелік бағдарлама аясында ауыл тұрғындары әртүрлі спорттық жарыстарды тамашалады. Мұнда ең мықты жастар қазақша күрес, арқан тартыс және қой көтеруден өзара күш сынасты. Ауылдағы ағайындар үшін жыраулар фестивалі ұйымдастырылды. Сондай-ақ ауыл азаматтары республика күніне орай көк туымызды желбіретіп автошеруді ұйымдастырды. Мерекелік шара кешке орталық саябақта ауыл өнерпаздарының концерттік бағдарламасымен жалғаспақ. Ертең желаяқтар 3 шақырымға жүгіріп, одан кейін бәйге жарысы ауыл мерекесінің көркін қыздыра түспек.